Астана қаласы әкімдігінің номер 36 білім беретін мектебінде 9 сынып оқушыларына аттестат тапсыру рәсімі өтті. Салтанатты шарада түлектерге негізгі орта білім туралы аттестаттар табысталды. Оқу жылының қорытындылары мен түлектердің жетістіктері туралы мектеп директоры Бапанова Гүлжан Қобландықызымен тілдестік. Бүгін біз 2025-2026 жылы 9 сыныпты аяқтаған түлектерімізді ұшырып отырмыз. Бүгін 98 түлек өз білім туралы құжаттарын алып отыр. Осы түлектерімізге колледжға оқуға түсуге үміт артып отырған түлектеріме грант иегері болуды тілеймін. Барлықтарыңызға ақ жол. Оқу жылын жоғары нәтижемен аяқтап, қызыл аттестатқа ие болған түлектің пікірмен де таныстық. Награждение прошло на высшем уровне. На самом деле я очень переживала, так как я одна из всех 9 классов 36-й школы, иду на красный аттестат. Красный аттестат я получила с помощью поддержки моих близких и учителей. Осылайша номер 36 білім беретін мектептің 9 сынып түлектері үшін маңызды кезең өз мәресіне жетті. Аттестат тапсыру рәсімі оқушылардың оқу жылындағы еңбегін қорытындылап, олардың болашақ білім жолына нық қадам басуына жол ашты.